Қандай жағдайда келін сәлем салмайды? Бірінші, жүкті болғанда. Жасырын жүктілік кезінде қазақта іштегі бала ауырлық болады, күйеуінің алдындағы міндетін өтеу керек, енді иілудің қажеті жоқ деген ұғымдар болған. Әсіресе құрсақ көтерілген елге жария етпеген кезде сәлем салдырмаған. Екінші, жаназа бар үйге сәлем салмайды. Марқұм болған үйге келген келінге сәлем қуаныштың белгісі, қайғы үстінде иілуге болмайды деген тыйымдар бар. Бұл ырым ретінде қабылданған. Үшінші, аяғы ауыр келінге кей ауылдарда тыйым салынған. Кей өңірлерде жүкті келін сәлем салса, баласы иіле туады, баланың белі ауыр болады деген ырым болған. Бұл ескі сенімге негізделген, бірақ әлі де кей жерлерде айтылады. Төртінші, қайғы үстіндегі келінге де салғызбайды. Жақын туысы ауырып жатқан, өзі көңілсіз жағдайда жүрген келінге сәлем қуаныштың көрінісі, жүрек жылап тұрса, сыртта иілу жасанды болады деген көзқарас болған. Бесінші, өзінің төркініне келгенде. Келін төркіннен алғаш келгенде немесе бірнеше күн болып келгенде, кей отбасылар анасы мен әкесімен көріскеннен кейін сәлем салмайды. Себебі ол жерде ол қыз бала деген дәстүр ұстанған. Сәлем салу әдемі дәстүр, бірақ қазақ халқы әр жағдайға қарай ырымын жасаған. Келінді ойлап, кейде тіпті иілтпей қорғап отырған. Біздің каналға тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.